Алланың сауабына. Біз мәселен мына дүниеде бір-екі рет садақа беріп көрген басқарамыз, жұмысымыз жүрмесе кейбір адамдар, садақаның пайдасы жоқ екен. Тек осы дүниенің отчетымен ғана, тек осы дүниенің несімен ғана да, есебімен ғана. Бұл дүние қары кетсе 100 жылдық өмір. 100 жылға барғаннан кейін да еш нәрсеге нең келмей қалады. Шаман келмей қалып, дүниенің өз ләззатынан кетіп қаласың. Бірақ 120 жыл. Анау жақында Японияда Гиннестің рекордтар кітабына кірген адам 126 жасында қайтыс болды. Одан артыққа бармайсың. 126 жыл өмір бітті, одан кейін қайға барасың? Қазір өзімізден сұрап көрейікші, қанша жыл өмір сүрдік? Қалай өтіп кетті өміріміз? Өтті де кетті, зу өте қалды. Солай өтеді ол нәрсе. Бір ғана шофердің бір ғана кішкентай қателігімен кетіп қалуымыз мүмкін. Бір дәрігердің бір ғана байқаусызда қойған диагнозымен де кетіп қалуымыз мүмкін. Дұрыс па? Бір кетіп баратырмын жолда, шопыр алды да телефон көтеріп жіберіп еді. Деп анамын сөйлесіп кетті. КамАЗ встреча шықпаса біттің, сол жерде кетіп қалуым мүмкін. Любой сәтте біздің өлім. Больницаға барасың, мынаның дұрыс емес деп бір дәрі қойып жіберсе біттің, кеттің. Ол қанша адамдар кетеді ол нәрсемен? Күнделікті көріп жатқан нәрсеміз бір ғана арзымаған нәрсемен кетіп қалуымыз мүмкін. Бір кішкене бір сәттерде ол нәрсе. Бірақ субханалла, ақыретше миллион жыл емес, миллиард жыл емес, триллион жыл емес. Инфинити дейді ғой, шегі жоқ та оның. Шегі жоқ, бітпейді ол. Тозаққа, жәннаттың ортасына Алла Тағала өлімді әкеледі да, ей жәннат иелері дейді, ей тозақ иелері дейді. Өлім жоқ дейді, енді мәңгі өмір бар дейді. Өлімді болсап тастайды. Өлімді бір ненің кейбінде алып келеді. Жәннат иелері қуанады, тозақ иелері қайғырады. Бітті, өлім жоқ. Есеп кітап күнінің өзі 50 000 жыл. Есеп кітап күнінің өзі 50 000 жыл. 50 000 жыл өмір сүретін адам бар ма мәселен? Біздің қазір адам баласы 50 000 жыл алдын қандай болғанын да білмейміз тарихымызда. Не істегенімізді білсек те аз-маз ғана білеміз. 50 000 жыл алдын қандай не болған екен. Адам өркениетінің басталғанында өзі қанша жыл болған мәселен де 50 000 жылдан асты ма аспады ма мәселен. Өзіңіз ойлаңызшы, 50 000 жыл әшейін есеп кітап жасайды да. Сосын барып мәңгі жәннат, мәңгі ол жерде. Еш нәрсе жоқ ондай, мәңгі. Сол үшін әрекет жасауымыз керек. Сол үшін әрекет жасау. Мына тек қана мына дүниемен байланбауымыз керек. Мына дүниеде бақытты болам, дүниеде не болам, дүниеде бай болам, дүние емес мәселеміз. Біз осы дүниеде дұрыс Аллаға құлшылық қылғаннан кейін ең ұлы мәртебелі амал бұл адамдарға пайда тигізу. Адамдарға пайдалы іспен айналысу. Пайғамбар саллаллаху алейхи хайруннас анфаухум линнас деген, яғни адамдардың ең жақсысы адамдарға ең пайдалысы деген. Бірақ ол не үшін? Ол да Раббымыз Аллах субхана тағаланың алдына барған кезде мәртебеміз жоғары болу үшін. Сол жерде сауап жинау үшін. Сол жерде жәннатта деңгейіміз жоғары болу үшін болу керек та. Енді дейді, инна нахафу мин раббина яуман абусан қамтарира дейді. Және тағы бір сипаты олардың, жаңағы абрарлардың. Біз дейді, жаңағы садақаны, өзі жақсы көретін нәрсені беруге үгіттеп жатқан нәрсені қараңызшы. Өзі жақсы көрген нәрсені беру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өзі жақсы көрген тамағын тұтқынына беру, тұтқын демей қойын, жетімге беру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өзі жақсы көретін тамағын. Бірақ не дейді? Инна нахафу мин раббина яуман абусан қамтарира. Яғни жүзді шекелер тырысып кететін, жүздер бүрісіп қалатын күннің жамандығынан Раббымыздан қорқамыз сол күнде. Қараңызшы, тағы да бізді қай қалып барып жатыр сол күнде қорқуға, сол күннің қандай ауыр күн екендігін. Ғалымдарымыз осы аяттың тәпсірінде айтады, мына бүрісіп қалды деген, mesela адам қатты мына дүние қайғырса не болады? Мына тырысады, кішкене былай жеге бастырып, былай ұсылайып қаламыз, ол кезде сондай қатты қайғырған кезде дейді, мына шекемен дейді, мына ауыз бір жерге жиналып қалады дейді. Былай дадуағаттан ойланып кеткендігінен, сондай қатты ойланып кеткендігінен, мына шекемен мына ауыз бір жерге былай жиналып қалады дейді. Осылай сондай бір жаман кейіпте болып қалады. Сондай күннің жамандығынан дейді, жамандығынан. Енді ол кездегі бақытсыздықтың қандай екендігін, ол кездегі құрдымға кетудің қандай екендігін. Мәз жерде бір қателесетін болсаң, туырлауға кішкене болса да мүмкіншілік бар да мына дүниеде. Оның дүниеде бітті, туырлауға ешқандай мүмкіншілігің жоқ та. Бар алып келген күнәң, бар алып келген сауабың болды. Соның негізінде мына жақта боласың, мына жақта боласың. Не дейді? Осы нәрселерді істесе оларға қандай сый болады десе, фауақахумуллаху шарра заликал яума ва лаққахум надрата ва сурура дейді. Осы амалдарды істеген абрарларды Алла сонда сол күннің жамандығынан оларды тоқтатады. Олардан ол күннің жамандығын көрмейді. Жаңағы қиыншылықтардың біреуін көрмейді олар.
азаптауларды, қиналуларды, ауыр күндерді көрмейді. Сол күннің ауыр болатындығын, сол күннің қиын болатындығын біліп, соны ойлап, сол жолда әрекет жасады ма, Алла Субхана ол күні олар не алмайды. Олар адамдардың бәрі қиналып, адамдардың бәрі қайғырып, менің жағдайым не болады деп, әке баласынан, бала әкесінен, туысқанынан, інісінен, әйелінен, бәрінен қашып жүрген кезде, олардың жүзі жайнап дейді, жүзі нұрланып, жайнап, солай көздері көңілді, қуанышты жүреді дейді сол кезде.